Қараңғы орман, бұтақтар мен талдардың арасынан екі аңшы адам келе жатыр. Түн болғанына қарамастан олар орманға аңшылыққа шығып кетті. Әкесі мен баласы екеуі де жыртқыш жануарларды аулағанды жақсы көреді. Олар нағыз кәсіби аңшылар, сондықтан олар уақыт таңдамайды. Тас қараңғы болып тұрса да шыға береді. Мына орманда жануарлар бар ма өзі? Біздің жүріп келе жатқанымызға 2 сағат болды, бірақ әлі де бірде-бір жануарларды кездестірмедік. Уайымдама, жыртқыш жануарлардың басым көпшілігі орман түбінде өмір сүреді. Сондықтан мен сені әдейі орманның түпкі жеріне алып келе жатырмын. Ал бұл қауіпті емес пе? Қазір бізге шабуыл жасап жүрсе ше, өзімізді қорғай аламыз ба? Қорқпа, 1-2 оқтарымды атып жіберсем болғаны. Жыртқыштар қорқып кетеді. Сонымен орманның түпкі жері қайда орналасқан? Орман әлі тыныш. Бұл күдікті емес пе? Жануарлардың бәрі жойылып кеткен секілді. Тіпті бұл орманда сайрап жатқан құстар да жоқ. Сен бала көсіліп кеттің. Қашаннан бері осындай мияулайтын мысық секілді болғансың? Жоқ, шынымен. Менің айтқаным рас қой. Мынау не? Араның ұясы ма мынау? Иә, негізі ұқсайды екен. Бірақ бұл қозғалып жатыр. Қалай ойлайсың, бұл не болуы мүмкін? Өзі жабысқақ бәле екен. Бұрын осындай бір түрлі көріністі байқадың ба? Меніңше осы бәлекеттің кесірінен жануарлар жоқ болып кетті. Жануарлар орманнан асып қайда өмір сүреді дейсің, а? Кенет бұталардың арасынан дыбыс шықты. Біреу ол жерде бар секілді. Міне, дұрыс айтқан екенсің. Бұл қоян деп ойлаймын. Қайда қоян, ақымақ? Мынау қоян басаған? Әйел адам ба? Жалғыз өзі орманда не істеп жүр? Бұл бәрі айтып жатқан әйел емес пе? Осыдан 2 апта бұрын жоғалып кеткен. Жаңалықтардан естідім. Оның есімі Шеба. Және ол ізім-ғайым жоғалып кетті. Ол тіпті есінен ауысқан адам секілді ғой. Қайда жүргенін өзі білмейді. Тыныш, үніңді өшір. Ол жоғалып кеткен адам. Мүмкін біреулер ұрлап кетіп, ол сол жерден қашып кетуге тура келген болар. Қысқасы, біз оны таптық па, біз оны құтқаруға жетпіз. Мен оны бұталардың арасынан алып шығамын, ал сен маған көмектесесің. Ханым, менен қорықпаңыз. Мен сізді құтқарамын. Сөйтіп әйелдің қасына жақындап, сол жерден құтқарып алуға әрекеттерін жасайды. Кенет әйел өзін құтқарып алған адамға шабуыл жасай бастады. Бұл не өзі? Және тура бетке терісін тістелей бастады. Ал баласы болса көз алдында болып жатқан көріністі түсінбей қалды. Тіпті айқайлай алмай қалды. Әлгі құбыжық әйелді атып тастағысы келді. Бірақ қарудың ішінде оғы жоқ. Бұл қалайша? Енді балада тек бір ғана нұсқа бар. Ол қашу. Бала алды артына қарамай жүгіре бастады. Бірақ кенеттен аяғына сүрініп, жерге құлады. Бірнеше уақыттан кейін бала оянды. Ол біраз уақыт бойы жатып қалған секілді. Ол көзін ашқан сәтте ағаштарда өсіп тұрған біртүрлі тіршілік иелерін көрді. Кенет сол тіршіліктер баланың бетіне жақындай бастады.
және 2 сағаттан кейін ол Хомлендер қаласының полиция бөлімшесі сағат түнгі 11. Және дәл осы уақытта кішігірім қылмыс жасаған бұзақыны бөлімшеге алып келді. Маған тағы кімді алып келдің? Деп бөлімшенің бастығы сұрады. Бір түрлі адам екен, көшеде қала тұрғындарының мазасын алғандықтан осы жерге алып келдім. Не үшін енді? Неліктен оны бұл жерге алып келдің? Енді қалай айтсам болады? Ол мысықты жеп қойды. Міне мына кісі сол мысықтың қожайыны. Не? Мысықты жеп қойды дейсің бе? Дәл солай, ол менің мысығымды жеп жатыр екен, сондықтан бірден полиция қызметкерлерін шақырдым. Мен далаға шыққан сәтте осы көрініске тап болдым. Ал қылмыскер болса қайта-қайта күлімсірей береді. Ол айналасында не болып жатқанын түсінбей тұрған секілді. Мынауың таза есінен адасқан жынды секілді. Бізге жындыхананың қызметкерлерін шақыру қажет. Бауырым, мені естіп тұрсың ба? Бірақ ол тіпті жауап бермеді, естімей тұрған секілді. Жақсы, оны апарып қамап таста. Ертең сөйлесеміз, қазір оған уақытымды жұмсағым келіп тұрған жоқ. Сөйтіп қылмыскерді уақытша қамайтын бөлмеге алып кетті. Уақытша қамау бөлмесі осы бөлімшеде орналасқан. Сөйтіп жынды қылмыскерді қамап тастауға кірген сәтте, бір қылмыскердің сыбырлап отырған дауысын естиді. Сендер бәрің өлесіңдер, бәрің өлесіңдер. Бұл кім екен деп барып, сақшы қарайды. Мынау кім өзі? Деп күзетшіден сұрады. Жанармай бекетінің қасына тауып алдық. Қанды қаншерге ұқсайды. FBI ертең келіп тергеу жүргізеді. Сол кезде оның кім екені белгілі болады. Ол қандай қылмыс жасады? Жанармай бекетінде бір адамның беткі терісін тірілей сыпырып жатыр екен. Бетіндегі терісін сыпырып дейсің бе? Дәл солай, ол адамдарға шабуыл жасап, беттеріндегі терілерін сыпырып алып тастаған. Сөйтіп сақшы күзетшімен сөйлесіп болғаннан кейін мына қасындағы сұмырайды бөлмеге кіргізіп жіберейін деді. Егерде саған біреу тиісіп жатса, дереу түрде бізді шақыр. Ал сендерге жаңа қонақ келді, оны қарсы алыңдар, және оған тиісуші болмаңдар, қолдарының ұшы тимесін. Сөйтіп сақшы біртүрлі қылмыскерді кіргізіп, бөлмеде отырған басқа қылмыскерлермен бетпе-бет қамап тастады. О, жаңадан келген, неге жай жүріп келе жатырсың? Аяғың ауыра ма? Неге үндемейсің, сөйлесеңші қане? Қазір көрсетемін саған. Осы уақытта бөлімше бастығы өзінің келесі сақшы досына хабарласты. Бөлімшеге тез кел, мына жақта бір сөйлемейтін жынды қылмыскер бар. Сонымен сөйлесіп көрші, осындай жындылармен жақсы тіл табысатын едің ғой сен. Сол кезде жаңағы қамап тастаған бөлмеден қатты айқайлаған дауыстар шықты. Анау жақта не болып жатыр өзі? Қазір күте тұршы. Жаңағы бөлмеден шығып жатыр. Бар, тынышталдырыңдаршы анау қылмыскерлерді. Бір-бірімен ерегісіп жатыр ма? Онда қазір барамын. Бұл сақшыға негізі бүгін демалыс берілген еді, бірақ демалыс болғанда қарамастан оның бөлімшеге шақыра береді. Мынау жол бойында тұрған кім? Бала ма? Ол менің анам емес. Тыныштал балақай, мен сені үйіңе апарып тастайын. Жоқ аға, маған үйіме баруға болмайды. Басымды қатырмаш балақай, мен сені үйіңе апарып тастаймын. Сосын бөлімшеге кетемін. Бөлменің есігін аш, қазір мен оларға көрсетейін. Сендер не істеп жатырсыңдар? Айқайлап мазан алдыңдар ғой. Не мұнау? Мұнау жерге не болған өзі?
Бөлімше бастығы мына сұмдық көріністі көріп, тіпті не айтарын білмей қалды. Жаңадан келген қылмыскер қайда? Мен оны көріп тұрғаным жоқ. Оның бетіндегі терісі сыпырылып, алынып тасталған, тек бетіндегі қызыл еттері көрініп тұр. Бастық болса қатты шатасып қалғаны соншалық. Бір орында отыра кетті, ал мына беттің терісі болса... Шеба есімді 40 жасар әйел осыдан 2 апта бұрын жоғалып кетті. Ол жоғалғаннан бір күн өткеннен кейін әйелді іздеп табу жұмыстары қарқынды түрде жүре бастады. Бірақ арада 2 аптадан астам уақыт өтті, және ол әйел табылмады. Сондықтан тәртіп сақшылары әйелді қалың орманнан іздемекші. Міне орманның жол бойында келе жатырған тәртіп сақшылары. Ей інім, мына жол бойына көлікті тоқтат, кіші дәретке шығып алайын. Ой аға, бөлімшеге дейін шыдай тұрсаңызшы, қазір кешігіп қалсақ бастықтан сөз естейміз. Ей, не деп тұрсың ей? Қалайша шыдап отырамын? Онда 5 минут тек, 5-ақ минутқа ғана көлікті тоқтатамын. Бәсі сөйтпейсің ба бағанадан бері? Ертең менің жасыма келген кезде түсінесің бәрін. Жоқ, қазір де түсініп тұрмын. Тек мына бастықтың көзіне жаман атты болып қалатын секілдіміз. Қош, бастық өте жақсы адам. Ол қызметкерлеріне әрқашан жылы қабақ танытады. Мынау не? Не болды, болсаңшы тез. Тұра тұр, мынау жерде біреу бар. Жасы үлкен сақшы, жарықты жағып, анықтап қарайды. Сөйтсе бұталардың астында бір әйел жатыр. Оның үстіндегі киімдері жыртылған, ал денесі өте лас. Ей, Скофилд, бері кел. Сен мені естіп тұрсың ба өзі? Біз оны таптық. Осы кезде бірден тәртіп сақшыларының ойына 2 апта бұрын жоғалып кеткен Шеба есімді әйел естеріне түсті. Біздің іздеп жүргенімізде осы емес пе? Және ол тірі секілді. Бірақ ол қалайша аман қалды? Сөйтіп жедел жәрдем көлігі келіп, Шебаны емханаға алып бара жатыр. Оған оттегі жетіспейді. Кеңірек тыныс алу үшін құрылғыны салыңдар. Кенет жас медбике әйелдің бетінде қозғалып жатқан қорқынышты әрі өте біртүрлі көріністі көрді. Шебаның беткі терісінде жыбырлаған жәндіктер. Мынаны қараңдар, оның терілерінде жиіркенішті құрт құмырсқалар қаптап жүр. Келесі күні емхана дәрігерлері Шебаның 10 жасар баласын және үлкен апасын шақырды. Және бір қызығы, бір күн өтпей жатып дәрігерлер Шебаны үйлеріңізге алып кете берсеңіздер болады, дейді. Бұл шынымен менің анам ба сонда? Кешіріңіз дәрігер, бірақ бұл Шеба емес секілді, деп үлкен апасы сөйледі. Маған сеніңіз, бұл Майклдың анасы, тек оның терілері ғана өзгеріске ұшырады. Ал бұлайша бәрі жақсы. Сонда дәл қазір үйіне жібере бересіздер ме? Бұл қалайша? Ол кем дегенде 1 апта жатып емделу керек еді ғой. Оның үстіне ол қатты ауырып тұрған секілді. Мен сізге айттым ғой, маған сеніңіз деп. Оның жағдайы жақсы, және ол үйінен емделеді. Әрине ол қазір сөйлей алмайды, бірақ үйіне барған соң сөйлейтін болады. Сөйтіп көлікке Шебаны отырғызып, үйлеріне қарай бет алды. Майкл болса өз анасынан қатты қорқып отыр.
Ал Майкл, анаңа ыстық сорпа дайындап қойдым. Сорпаны міндетті түрде ішу қажет және ұйықтап алсын. Қалпына келу үшін ұйқы маңызды. Майкл анасына қарап тұр. Ол анасын тіпті танымай тұрғандықтан қайта-қайта үрейлене береді. Әй балам, Қане, мені құшақтасаңшы. Мені сағынбадың ба? О, міне, сөйлеп жатыр екенсің. Онда жағдайың шынымен жақсы секілді. Бұл біз үшін қуанышты жаңалық. Ал олай болса мен кеттім. Майкл, анаңа мұқият бол. Анашым, қазір мен сорпаны ысытып жіберейін. Сосын сен... Сүмелек, аузыңды жап, бөлмеге бар тез. Мынау не? Үй жануары ма? Ал тағам бойынша уайымдамасаң болады. Мен өзім табамын. Мен өз күшігімді алып кетсем бола ма? Сен әлі осы жердесің бе? Мен саған айттым бөлмеңе бар деп. Бұл 100% Майклдың анасы емес. Негізі олар бұлай сөйлеспейтін еді. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес секілді. Менің анама не болды? Ол неге ашушаң әрі дөрекі болып кеткен? Кенеттен біреудің жоғары қабатқа көтеріліп келе жатқан дыбысы шыға бастады. Балам, менің қарным аш. Мұған құрбан болар кім бар екен? Майкл төсектің астына тығылып қалды, және құбыжық анасы өзін жеп қоймаса екен деп тіледі. Кенет үйдің ішіне біреу келген секілді. Құбыжық бірден төменге кетіп қалды. Содан кейін Майкл бірінші қабатқа үңіліп қарады, және анасының көрші әйелді жеп жатқан көрінісін өз көзімен көруге тура келді. Маған кел балақай, мен саған өте сыпайы боламын. Майклдың басқа амалы қалмады. Ол екінші қабаттан секіріп кетуге шешім қабылдады. Бергелден саған, әй балақай қайда қашып бара жатсың? Майкл тек алға қарай жүгіре берді. Тіпті ол өте көп жүгіргенінен аяқтары қатты шаршап қалды. Кенет Майклды тәртіп сақшысы тоқтатты. Мынау кім? Тәртіп сақшысы ма? Балақай, түн жарымында не істеп жүрсің далада? Атанаң қайда? Жүр кеттік. Мен сені үйіңе апарып тастайын. Жас жігіт жұмысынан шығып үйіне қайтып бара жатыр. Күн болса батып кетті. Сондықтан жігіт үйіне тез жету үшін саябақ арқылы қысқа жолмен жүреді. Саябақта бірде-бір адам жоқ. Ал айдың жарқыраған сәулесі өте қорқынышты көрінеді. Сөйтіп келе жатып орындықта қозғалмастан отырған бір әйел адамды байқады. Ол әйел қозғалмай отырғанмен жынды адамдар секілді басын қозғалта береді. Қызық екен, не үшін ол бұл саябақта жалғыз отыр екен? Ауыратын адам секілді. Кенет жігіт артынан сүйектің сынған дыбысын естіді. Сөйтіп әйел адамға қарайды. Бірақ ол әйел дәл сол орнында тапжылмастан отыр. Бірақ бір сүйектердің сынған дыбысы естілген еді ғой. Бірақ жігіт аса қатты мән берместен ары қарай жүреді. Бір түрлі екен, мен негізі адам сүйегінің сынған дыбысын нақты түрде естідім емес пе? Ол өзінің сүйегін сындырып тастады деп ойлап қалсам. Мынау не? Жаңағы артында қалып кеткен әйел енді жігіттің алдынан пайда болды. Және ол әйел дәл сол орындағыдай отыр.
Ол әлі де қозғалмастан бір нүктеге қарап отыр. Жігіт әйелдің қасына ақырын ғана өтіп кеткісі келді. Бірақ қайтадан жаңағы сүйектің сынған дыбысын естіді. Сондықтан жігіт бәрін білу үшін артына қарайды. Және оның шынайы бет-бейнесін көрді. Оның бір қызығы шашы алдында болды ма әлде артында болды ма белгісіз. Оның бойына шынымен қисайып тұрса не істеймін? Апа, сізге не болған? Маған жауап беріңізші. Менің шынайылығымды көріп келе ме? Онда мойныңды бұлып таста. Оның мойнына не болған? Бұл үрейлі болған жағдайды маған досым айтып берді. Бірнеше жыл бұрын орын алған жағдай былай болды. Эмма есімді қыз жалғыз өзі жалдамалы пәтерде қап-қара мысығымен бірге өмір сүреді. Ол мысығын қатты жақсы көрген еді. Бірақ ол мысықтан тек суреттер ғана қалды. Сөйтіп күн батып түнгі қараңғылық басталды. Және Эмма тәтті ұйқыда жатыр. Кенет түнгі 2-лер шамасында мысықтың мяулаған даусына Эмма оянып кетеді. Эмма ұйқылы ояу болғандықтан қараңғыда мысығын іздеп өзіне шақырады. Мысығы Эмманың қасына жақындады және Эмма мысығын сипалай бастады. Содан кейін Эмма мысығын төсегінің астына, яғни көрпенің астына кіргізеді. Сөйтіп Эмма ұйықтап кетеді. Бірақ кенеттен бір ауырлықты сезініп, тағы оянып кетті. Және төсегінің астынан бір нәрсенің ақырған даусы шыға бастады. Эмма қатты үрейленіп кетті. Себебі ол осы кезде толықтай ұйқысынан оянды. Және мысығының осыдан 20 күн бұрын өлгені есіне түсті. Мысығым әлде қашан өліп қалды емес пе? Көрпемнің астына жатқан кім болғаны? Төсектің астында біреудің қатты демалып жатқан дыбысы шығып жатыр. Эмма көрпенің астынан қарағысы келіп, көрпені көтереді. Эмма қорқа бастады, және көрпенің астында кім екенін көрді. Оның терілері жоқ, тек қып-қызыл болған еттері көрініп тұр. Көздері өте үлкен, ол мүлдем мысық емес екені анық. Эмма бұл келімсекті көріп бөлмеден дереу түрде шығып кетеді. Және жарықты жағып, әлгі келімсекті тексереді. Бірақ ол құбыжық көрпенің астынан табылмады.